Берлинде жүргеніме 10 жылдан асық уақыт өтіп жатыр. Немістердің жақсы жақтары да бар, жасыратын нәрсесі жоқ, жаман жақтары бар. Сөйтіп олар кнопканы басып, полицейскийлер шақырады. Шаршама, әрекет жаса. Берлин мен үшін ыстық. Бір IT компанияда жұмыс жасаймын. Әрине елге қайтқым келеді. Қазақстанда отырып, былайша айтқанда евро мен доллардан ақша айырылуға. Бірінші аңсайтын нәрсе мен айтатын едім, ол қазы мен қымыз. Ал енді мен ақыл айтам таңданба. Қорлық үшін келген жоқсың бұл өмірге жалғанға. Мына өмірде, жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда. Болмысы да болмасы да, болады деп арманда. Қазақтар немесе кез келген шетел азаматы немістермен жұмыс жасаған кезде, мен ойлайтын ең бірінші қиындық тілге кеп тақалады. Егер сен тілді қанша жақсы білетін болсаң, сенің проблемаларың Германияда болатын или болмаса немістермен болатын проблемаларың сонша тез шешіледі. Сол себептен бірінші кезекте тілді өте жақсылап шыңдап алу керек. Және одан кейін барып өзіңнің істейтін сфераңа байланысты енді ол өзгере береді қарым-қатынас адамдардың. Немістер негізінде қандай адамдар деген мынандай бір сұрақта туындауы мүмкін. Немістердің жақсы жақтары да бар, жасыратын нәрсесі жоқ, жаман жақтары бар, бес саусақ бірдей емес деген сияқты. Жақсы жақтарын енді айтатын болсақ, сол қасиеттер мүмкін керек болады деп айтып жатқаным ол келетін адамдарға. Немістер уақытпен жүрген жақсы көреді, жауапкершілікке өте жақсы қарайды және пландастырғанды қарайды. Осы үш қасиетті талап етуде мүмкін келген кезінде. Егер осы үш қасиет болмаған жағдайда, оларда неше түрлі жаңағыдай түсініспеушілік, қиындықтар пайда болады сияқты. Және оның жаман жақтарына немістердің бір басқаша енді қиындау жақтарын деп айтатын болсақ, бастапқы кезде олар адамдарға күдікпен қарайды, шетел азаматтарына. Өздерін дәлелдесін деген сияқты, сондай деймін. Енді мен өзім түсінігімде айтып жатырмын, өзім көрген адамдармен, мүмкін басқаларда енді басқаша шығар деген сияқты. Шынымен енді айтуға жаңа бес саусақ бірдей емес дегендей. Екінші айтатын нәрсе, мүмкін жаман жағына санауға болады, мүмкін оны жаңағыдай түсініспеушілікпен қарауға да болатын деген сияқты. Немістер сен туралы көбірек білгісі келеді. Мен бір IT компанияда жұмыс жасаймын. 5 жыл болды, бакалаврды бітіргеннен кейін осы компанияға жұмысқа тұрдым. 5 жылдан бері осы компанияда жұмыс жасап жатырмын. Технотрейд деген компания, умный домның датчиктерін құрастыратын компания. Сол жерде software engineer, full stack деп айтады енді. Фронт-энд, бэк-энд, архитектура бәрін бірге қосып жұмыс істейтін енді. Жұмысым ол компанияда қазіргі карантинге болып жатқан болса да, бірақ ол компанияда жұмысшылардың өзінде жаңағыдай офиста жұмыс істегендерін қалайды. Сол себептен жұмысымыз негізі сағат 8 бен 4-тің арасында болады. Ол графикті өзгертуге де болады. Ертерек келіп, ертерек қайту деген сияқты. Бірақ міндетті түрде 8 сағат жұмыс жасау керексің. Жұмысқа келе салысымен бізде міндетті түрде азанда сағат 9-да кездесу болады, митинг. Және бүгінгі істелінетін жұмыстар, жоспарлар туралы айтылынады. Және кеше істелінген біткен жұмыстар туралы айтылынады. Ең бірінші кеңесім деп ойлаймын, кез келген ол айтишник болсын, немесе басқа мамандықта да болу үшін ең бірінші мақсаттан басталатын сияқты. Мақсатын анықтап алсын. Хорошо, IT болатын болса IT-дің ішінде ол үлкен сфера. Қай жағына қарай кетем деп. Бірінші соны зерттеуден басталсын деп ойлаймын. Зерттегеннен кейін бір сфераны таңдап, соған мақсат қойып, сол бойынша жұмыс жасалған дұрыс болатын сияқты. Екінші кеңесім, бізде IT-ді немесе басқа мамандықты үйрену үшін басқа мемлекеттерге барып үлкен нәрселерді істеудің қажеті жоқ. Қазір интернетте көптеген информациялар бар, тегін. Кітабыңды да, YouTube-тан видеоңды да тапсаң болады, басқа нәрседе істеуге болады. Сол материалдар арқылы дайындалу, план құрып, сол арқылы дайындалу. Және үшінші кеңесім, ол практика тек қана. Көп практика жасап қана жақсы маман егесі бола аласың. Программированияны бастаған кезде, қазіргі кезде өте танымал тілдердің бірі, топ 5-ке кіретін тілдер, JavaScript, Python, Java деген сияқты, Ruby тілдері. Мен ойлайтын ең бірінші бастауды, егер 0-ден бастайтын болса, бірден тілге секірместен, жалпы технологияның өзін қайтып жұмыс жасайтын түсіну керек деп ойлаймын. Толығымен, целый картина көру керек деп ойлаймын. Интернет қалай жұмыс жасайды деген сияқты. Неше түрлі жаңа порттар қалай жұмыс жасайды. Одан кейінгі мәселе бірінші кезекте жаңағы HTML, CSS-терінде солармен де жұмыс жасап көрген дұрыс болатын сияқты. Одан кейін мен айтар едім JavaScript немесе жаңағы Python тілдерін біреуін таңдауға болады. Берлинде жүргеніме 10 жылдан асық уақыт өтіп жатыр. 2009 жылы мектеп оқып жүрген кезімде анама ағам хабарласып маған, бір туысқан ағам.
жастарды жинап жатқан, және оның мақсаты келешекте шетелге жіберетін ойы бар екенін айтқан. Сөйтіп ағам хабарласып, мені де шақырды сол жастардың арасында, туысқан жастардың арасында. Сөйтіп Шымкент қаласында өзінің курсын ашып, тіл оқыта бастады. Әрқайсымыз әртүрлі тілдерді түсті. Сол кезде маған неміс тілі түсті. Менде негізі түпкі мақсат болған жоқ, Германияға барам деген, немесе басқа мемлекетке барам деген. Арасынан мен енді білмеймін, қайдан екенін білмеймін, неміс тілін таңдадым. Қасымдағы жігіттер француз тілін таңдады, біреу ағылшын тілін таңдады. Уақыттар өте жатыр, 3-4 айдан кейін бізге айта бастады. Сендер мынандай дәрежеге жеткеннен кейін Германияға барып, мейлі болмаса Францияға барып, әрқайсың ары қарай тіл курстарын жалғастырасыңдар деп. 2010 жылы алғашқы рет визаға тапсырдым, бірақ өкінішке орай визадан отказ алдым. Содан кейін 1 жыл өткеннен кейін мектепті 11-ші сыныпта оқып жүрген кезімде 11-ші сыныпты бітіре салысымен қайтадан визаға тапсырып көрдім. 2011 жылдың жаз айында визаға тапсырып, 2012 жылдың басынан қаңтар айынан бастап виза алдым. Қаңтар айында виза алған кезімде мектеп бітті, қаңтар айы басталды, самолетке билет алып, Кёльн қаласына ұшып келетін болдым. Берлиннен алдым, негізгі мен Кёльн қаласында болғам, сол жерде тіл оқығам. Одан кейін Берлинге ауысып келгем. Ол туралы жаңа айта жатам. Содан басталды, қаңтар айында ұшып келе жатырмын. Мен билетім Алматы, Амстердам, Кёльн болатын. Амстердам қаласына келдім, аэропортта тұрмын. Аэропортта тұрған кезде мындай бір қызық жағдай болды. Мен өзім енді ауылдың баласы болғаннан кейін бірінші рет шетелге шығып тұрмын. Тем более бірінші шетел болғаннан кейін ол қасымыздағы жай ғана мемлекеттер Қырғызстан, Өзбекстан или жаңағы Россия, басқа мемлекеттер емес, Амстердамға кетіп тұрмын. Ол жер енді мен үшін бүткіл нәрсе жаңа болып тұр. Түсініксіз болып тұр. Самолетпен де бірінші ұшып көрмегесін. Амстердамда аэропорты өте үлкен, статистика бойынша бір топ 3-тікке ма сондай кіреді аэропорта үлкендігі. Бір терминалынан екінші терминалына барым керек болды. Екінші самолетім 8 сағаттан кейін ұшылады. Терминалдың арасында жүрмін, жолды тауып, сөйтіп екінші терминалына өзіме барам, терминалдың қасына. Паспортный контрольға барам. Паспортный контрольда бір кісі отыр, паспортыма қарайды, қайда бара жатсың деп сұрайды менен. Мен жауап берем, Кёльнге тіл оқуға бара жатырмын. Ол кісі айтты, хорошо, приглашениең бар ма дейді қолымда. Ал мен приглашение алмағаным сол кезде есіме түседі. Сөйтіп олар кнопканы басып, полицейскийлер шақырады. Сол жерде қызықтың бәрі басталады. Негізі менің историямның тарихы болсында келуімнің ең бастапқы қадамдары содан басталған. Келе салысымен проблемаға түсуден. Сосын шақырып, екі полицейский келеді, иттермен бірге кәдімгі күшті киініп алған. Енді ондай нәрсені көрмегесін Қазақстанда жүргеннен кейін. Сонымен алып кетеді. Бар бір жерде отырмын. Олар мені тергеу жасап жатыр. Қайда бара жатсың, не үшін бара жатсың? Өкінішке орай, олар ағылшын тілінде және өздерінің датский тілдерінде араластырып сөйлеп жатыр, мен оны жақсы түсініп жатқан жоқпын. Ал мен неміс тілінде сөйлеймін. Сөйлегенде қалай сөйлеймін деген енді мындай неде айтылып жатқаным ғой, енді үйреніп жатырмын. Тергеу өте ұзаққа созылды. 2 сағат өтті, 3 сағат өтті, 4 сағат өтіп жатыр. Әлі тергеп жатыр. Не тергеп жатқан әлі түсініксіз болып жатыр. Бір кезде уже менде вариант болмағаннан кейін орнымнан тұру керек болды. Самолетім ұшып кетейін деп жатыр. Орнымнан тұрып кетіп қалмақшы болдым. Сөйтіп олар айтты, сен кете алмайсың, саған біз обратно Қазақстанға билет алып береміз. Сенің приглашениең жоқ, қайда кетіп отқаның анықталмай жатыр. Саған обратно Қазақстанға алып береміз, сен Қазақстанға қайтасың дейді. Анықталмаған себебі мен оларға приглашение тауып бере алмадым, бірақ баратын курсымның, тұратын үйімнің адрестерін берген болатын. Бірақ воскресенье күні, жексенбі күні болғаннан кейін оларға хабарласып түсе алмады оған. Сөйтіп мен қайтарып жібермекші болдым. Сосын барып ойыма бір ой келді. Неге мен осы Қазақстан посольствосына хабарласып көрмеске деп. Тексеріп көрмеске онда көмек сұрамасқа деп. Сосын айттым мен, Қазақстан посольствосына хабарласып беріңдер. Мен ары қарай сөйлесем деп. Олар звондап берді, жарайды деп. Бір кезде Қазақстан посольствосына хабарласты. Ар жақта бір жігіт сөйлеп тұр. Амандасып, жағдайымды түсіндірдім. Осындай жағдайда отырмын. Маған көмек керек. Оларға түсіндіре алмай жатырмын, түсіндіріп беріңдер деп. Хорошо деп, олар телефонды береді. Телефонды алып сөйлесіп жатыр, ұзағынан сөйлесіп жатыр. Бір уақытта телефонды қайтарып береді. Ана жігіт айтады, посольствода отырған жігіт. Інім, сен оларға кішкене қатты сөйлеп қойыпсың. Өкінішке орай біз саған көмектесе алмаймыз. Олар сені Қазақстанға ұшырып жібереді дейді. Өзің шетелдесің, жасың 17-де.
жол көрсететін адам жоқ, қалай болатын. Сосын мен одан сайын жыным шығып, жарайды деп телефонды қойдым. Одан кейін ана кісілермен қайтадан сөйлесуге әрекет жасадым. Жақсылап жағдайды түсіндіріп, визадан қиын болғанын, кішігірім өзім жайлы айтып бердім, не істегім келетінін. Сосын олар ойларын өзгертіп, маған жарайды деп, ары қарай Кёлнге қарай билет алып берді. Ең бастапқы жаңағы история негізі осыдан басталды, қиыншылықтан. Кёлнге келдім, кешкі сағат 9. Уже бір проблемадан өткеннен кейін сразу же басыма жетті. Менде уже шетелде болған екен, қазір мен только өзім ғана жауаптымын. Демек өзім толығымен қолға алуым керек деп. Бірінші іздеген нәрсем банкомат болды. Банкоматтан бүткіл ақшаны шығарып алуым керек болды. Банкоматқа барып, ішінен 500 евро шығарып алдым. Сосын көшеге шығып, такси іздедім. Такси тауып, адресті көрсетіп, мен бір немістің отбасында тұратын болып келіскенбіз. Қазақстанда жүрген кезде соны курсын тауып берген сондай. Неміс отбасында тұратын болып. Таксиге ақшасын төлеп, жаңа неміс отбасының үйіне барам. Сағат уже 11-ден асып қалған кешкі. Звонокты басып тұрмын. Бір кезде бір әйел шығады. Ұзақта көріп тұрмын, енді қорғанның алдында тұрмын. Кімсің дейді. Мен айтам, Ерсайымын, Қазақстаннан келдім. Осындай деймін. Жарайды кір дейді. Көреді ғой, олар жаңа контракт бойынша не қылған үйіне кіргізетін болып. Сосын айтады, Ерсайын, жақсы жетіп келдің бе? Біз жаңа немен бізге звонок келген екен, біз қайтадан хабарласып көрдік, Амстердамда проблема болған екен ғой деп түсіндіріп айтып жатыр. Бәрі шешілді, жақсы, бәрі жетіп келдім деп оларға айтып жатырмын. Сосын айтады, Ерсайын дейді, өкінішке орай біз бүгін әлі бөлмені дайындап үлгере алмадық. Сен бүгін гостиницаға барып тұр дейді. Ертең азында осы үйге келіп тұрасың дейді. Сосын айтам, мен уже қиналып келіп жатырмын жолдан, ұзақ жолдан келіп жатқаннан кейін. Ақшам бар, 350 евро төлем керек болған, 350 евроны төлеп бөлмемді көрсет дедім. Сосын ол айтты, жарайды, бөлмең шашылып тұрған болса да жатқыза береміз деп, 3-ші этажға көтерілесің деді. Ақшасын төлеп, 3-ші этажға көтеріп келе жатырмын. Бір кезде алдымнан ассалаумағалейкум деген дауыс шығады. Қуанып кеткенім соншалықты. Шынымен енді андай қиындықтардан болғаннан кейін қатты қуанады екенсің. Сөйтсем бір Азербайжан жігіт, ол менің жаңа проблемамды естіген екен, мені күтіп отырған екен. Сол жерде ондай сол семьяда тұрады екен, ол да тіл оқуға келген, курсқа келген жігіт. Оның дауысын естіп өте қуанып кеттім, қазақ көргендей. Ол жігіт маған айтты, Ерсайын, мен сені түсіндім, осындай проблемалар болған екен сенде. Сен бүгін жатып демал, ертең мен саған толығымен бүткіл нәрсені үйретемін деді. Сөйтіп, ертесінен бастап Кёлнге келіп, курсты үйретті, қайтып жүру керек, метрода қалай жүресің, билет қайтып аласың, картаны қайтып пайдаланасың деп. Ең алғаш келгенім сол 2012 жылы Кёлн қаласының негізінде басталған. Берлиннің тарихы өте үлкен негізінде. Ол енді біздің Берлиннің ең бер жақтағы тарихына келетін болсақ, бұл жаңа соғыстан кейін болып жатқан жағдайлар ғой, қанша. Сол себептен Берлинде көретін жерлер өте көп. 3 жер деп айтатын болсақ, ол міндетті түрде Бранденбург тордан басталынады. Рейхстаг, Рахымжан Қошқарбаев атамыз туытып кеткен жер. Одан кейін Жандармарк, или болмаса жаңа чекпоинт Чарли дейді, ол жерде КПП болған. Сол 3 жер міндетті түрде көріну керек деп ойлаймын. Берлин мен үшін негізі орны өте бөлек, себебі мен Берлинде өмір сүріп жатқаныма 10 жылдан аса уақыт өтіп жатыр. Неше түрлі қызықты жағдайлар ол жерде, неше түрлі қиын жағдайларды да көрдім. Сол себептен мен айтар едім, Берлин мен үшін өте ыстық. Ол бір сөзбен былайынан мынандай деп айтып бере алмайсың. Жұмыс істеп жатырмын, осында тұрып жатырмын, үйлендім, отбасым да осы жерде. Сол себептен мен Берлин мен үшін ыстық. Әрине отандастық дейді, мен Қазақстанды өте жақсы көрем. Бірақ енді қазір өмір сүріп жатқан жерім, білім алып жатқан жерім Берлин болған екен, Берлинді неге жақсы көрем. Бірінші алатын нәрсе деп барлық Қазақстан болсын, басқа ұлтты мейлерде болса да, міндетті түрде керек нәрселер деп ойлаймын мен, ол жауапкершілік. Немістер жауапкершілік жағынан өте мықты. Сол нәрсені мен, сол қасиетті барлық адамдар осында келген, адамдар үйреніп кеткенін қалайтын едім. Егер Қазақстан қайтатын болсын, басқа жерде өмір сүретін болса да. Екінші нәрсе ол уақыт жағын пландастыра алу. Немістер ол жағынан өте мықты, пландастыру жағынан, уақыт жағынан жоспарлау құру. Және үшінші өте маңызды нәрсе деп ойлаймын, немістерді ол мықты қылып тұрған нәрсесі, берілген нәрсені пландастырған, жоспарлаған нәрсені уақытында істеу. Міне соның арқасында олар кез келген жаңағыдай құрған жоспарларын енді жақсы жетістікпен бітіреді. Тақалған кезде істемейді, былайша айтқанда. Біз сияқты.
Бірінші аңсайтын нәрсе мен айтатын едім, ол қазы мен қымыз. Енді мен өзім ауылдың жігіті болғаннан кейін, атқа мініп өсіп жүргеннен кейін ол сағынасын өте қатты. Тамақ жағымен өте қиындау расында. Еттерінің качествосы енді Қазақстанның етіне жетпейді. Сапасы Қазақстанның жетпейтін болғандықтан өзіңнің жаңағы жеп жүрген етіңді сағынасын, қазыңды сағынасын, қымызыңды ішкің келеді. Әрине одан кейін Қазақстанда той бітпейді дейді ғой. Бұл жақта той деген нәрселер жоқ, жиын той деген сияқты. Сондай нелерді сағынасын, бауырларыңды сағынасын. Жылы сөйлесіп отырған, кездесіп, күліп отырған. Сондай сағыныштар өте көп болып тұрады. Бақыт деген сөз мен үшін негізі бір сөзбен айту қиындау сияқты. Бақыт деген сөздің бір жағы сенің ол ата-анаңмен, сенің бауырларыңмен кеп байланысады. Екінші жағы ол жаңағыдай сенің істеп жатқан ісіңмен, жалпы өмір сүретін өміріңнің процесімен байланысатын сияқты. Өкініш деген нәрсе мен үшін ойлаймын, ол жақсы нәрсе емес деп, бірақ енді хап әттеген ай деген кездер болады ғой, ол барлық адамда болатын сияқты. Мен өзі Германияда жүргеніме 10 жылдай уақыт болды. Бірақ мен соңғы өзімнің мақсатымды тауып, келешегіме қарай әрекет жасап жатқаным тек қана мен 2015-2016 жылдар басталды деп ойлаймын. Оған дейін сол уақытымды мен босқа кеткізген сияқтымын, көп уақытымды. Біріншіден мен тілді оқымаған сияқтымын, неміс тілін жақсартпаған сияқтымын. Екіншіден мақсатымды анықтамаған сияқтымын. Сол себептен сол уақыттарға кішкене қап әттеген ай деген кездерім болады. Мен өзім Қазақстанда университет оқымағаннан кейін мен ерекшеліктерін айта алмайтын едім. Бірақ мен өзім осында оқып көргеннен кейін сол оқу туралы айтып берейін ол жайлы. Маған өте қатты ұнаған нәрсесі, азанда теория оқитын болсаң, түстен кейін практика жасайтын мүмкіншілік жасап беретін. Үйренген нәрсеңді түстен кейін солны практика жүзінде қолданып көресің. Сол нәрсесі маған қатты ұнады. Екінші ұнаған нәрсесі сабаққа қатысу өз еркіңде. Сен сол уақытыңды сабаққа қатыссаң болады, сабақ уақытында немесе сен библиотекаға барып дұрыс пайдалансаң да болады. Себебі бар ғой, мысалы, кейбір сабақтар міндетті түрде оқу керексің, бірақ сабаққа қатысқың келмейді. Сол уақыттарымды мен негізінде кейбір сабақтарға қатыспастан библиотекаға барып, өзіме ұнайтын сабақтарды оқып, сол жағынан өзімді дамытуға арнайтынмын. Қазіргі таңда енді мен бакалаврды бітіргеннен кейін магистратураға оқуға түстім. Оқуым жалғасып жатыр. Жұмыс жасап жатырмын, одан бөлек оқып жатырмын кешкінемен. Тағы бір жақсы түрі, ол жерде сен оқуыңды, мысалы, мен бір семестрде бір ғана сабақ немесе екі ғана сабақ алсам болады, өз еркімде, сосын сабақты өзім таңдаймын, қай уақытта оқығым келеді. Себебі олардың өздерінің графиктері бар, бір сабақтарды азында оқысаң болады, немесе түскі группасы бар деген сияқты. Сол жақтарымен маған қатты ұнайды, соны мен өзімнің жұмысымен оқуымды турлау үшін графигін өте жақсы қоя аламын. Бірінші кеңесім, ең бірінші кезекте жаңағыдай қай жаққа бар оқығың келетінін соны анықтап алу. Және қай мамандықты игеріп шыққың келеді, соны анықтау. Соған байланысты университет таңдауға болады. Соған байланысты тілін де қарайсың. Мысалы, бір университеттерде ағылшын тілінде де, немесе Германияда болатын болса, неміс тілінде де оқуға болатын мүмкіншіліктері бар. Солай дұрыстап бөліп алған дұрыс болатын сияқты. Себебі жай ғана мен Германияға барам, сол жерде барғаннан кейін университетке түсем, алған университетке түсем деген болмайтын сияқты. Егер кішкене бөліп алатын болсаң, мақсатың айқын болатын болса, процесс тез болатын сияқты. Екінші кеңесім, ол уже анықтап алғаннан кейін, оқуға келгеннен кейін, міндетті түрде тілді біліп келген өте маңызды болады. Себебі тіл білмеген жағдайда, жақсы білмеген жағдайда, сен сабақты оқуың, үлгерімің өте нашарлай бастайды, және өзіңнің жаңағы самооценкаңды түсіп кететін сияқты қатты қиындықтар болады, депрессияға түсіп кететін жағдайлар болады. Сол себептен бірінші кезекте тілді шыңдап алып, сосын барып істеген дұрыс болады деп ойлаймын. Үшінші кеңес айтатын едім, оқуға түсесің, түскеннен кейін міндетті түрде уже оқуға жақсылап көңіл бөліп оқу, себебі сен мақсат қойдың, сол мақсатыңа жетуің үшін көбірек білім алу керексің. Ал ол білімді алуың үшін сенің мақсатыңа қарай сол білімді сен мұғалімдерден сұрай аласың. Сонымен жұмыс жасау керек сияқты. Ол деген сөз енді жай оқыдым, диплом алдым емес, барынша келешегіне қарай әрекет жасау. Келешекте мен жоспарым, енді менің өзім 10 жылдан бері Германияда жүргеннен кейін бауырларым да, ата-анам да елге қашан қайтасың балам деп айтады енді. Әрине елге қайтқым келеді, елге жұмыс жасағым да келеді, ол өтірік нәрсе емес. Бірақ ол жұмыс жасауды мен ойлаймын, мен қазір осында жүріп та бастап қойдым деп айта аламын. Оған бір айтатын нәрсе, қазіргі таңда мен
IT менторствомен айналысып жүрмін. Қазақстандағы жас жігіттерді жинап, IT мамандығын қазір оқып жүр олар. Мен соларға өзімнің кеңестерімді, не оқу керек, қай направлениеде жүру керек, соны тексеріп, курсын өткізіп, сабағын өткізіп, сондай неде істеп жүрмін. Олар ертең жақсы маман болып шыққан кезде жоспарымыз енді үлкен компания, IT компания ашып, Қазақстанда отырып, шетелдің компаниялармен жұмыс жасап, Қазақстанда отырып, былайша айтқанда евро мен доллардан ақша алуға. Көрермендерге айтатыным, ең бір мақсат қойдың ба, мақсатыңа жету жолында шаршама, әрекет жаса, ұмтылыс жаса. Сол кезде ғана сол мақсатыңа жетесің деп ойлаймын. Және бір ақыл кеңес ретінде мен өзімнің ішімнен емес, Мұқағали ағамыз айтып кеткен бір өлең оқып бергім келіп отыр. Ал енді мен ақыл айтам таңданба. Қорлық үшін келген жоқсың бұл өмірге жалғанға. Мына өмірде, жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда, болмысы да болмасы да, болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам таңданба, әзіріңе әулек боп алданба. Шығатығын күндерге де, ататығын таңдарға, үмітпенен қарағайсың, жүрегіңде жан барда. Өтер кетер дейміз ғой біз мұңайып, дейміз дағы жамаймыз кеп бір айыпқа бір айып. Отандастар, ойлайықшы ойымыз қалайық, құласақ та тек биіктен, құзға барып құлайық. Бықсып жанған қоламт емес, артымызда шоқ қалсын, болашақтың ошағында біз тұтатқан от жансın.